Отырар қазақ халқының ең көне қалаларының бірі. Топырағын түртсең тарих сөйлейді, түбін тартсаң майы шығады. Бақ дарып қыдыр дарыған Отырар жері. Әйгілі керуен жолы өткен. Шығыс моншасы Бұхара бөлігінде орналасқан қоғамдық орын. Ислам дінінің келуімен орта ғасырлық мәдениет қалыптасқан. Шығыс моншасы жер астынан бу беру арқылы жылытылған. Сол кездің жасалу технологиясымен жеткен. Археологиялық қазба жұмыстары барысында барлығы анықталып отыр. Мұндай монша Түркістан, Тараз, Отырар қаласынан да табылған. 13-15 ғасырға тән монша, қыштан салынған. Отырар қорғанысы ғасырлар қойнауында ерен ерліктің үлгісін көрсеткен қайсар қала болып қала бермек. Тарихымен танысып көрейік. 13-14 ғасырдан бастап қалаларда қорғандармен, қақпалармен жасау қамтамасыз етілген. Бұрын Шыңғыс хан кезеңінде уақытша ғана соғыстар тоқтап, елде бейбітшілік орнағанмен, олардың ұрпақтарының арасында қайта уже талас тартыс басталды қалалар үшін. Сол кезінде билеушілер қаланың қамалын, қабырғасын берік тұруға, қорғаныс қабілетті күшейту мақсатында осындай іс-әрекеттер, амалдар жасаған. Қалаларыңызда көріп отырған 13-14 ғасырда қалған қаланың қақпасының орны археологтар табылғаннан кейін қазір Орта Азия халықтарында кездесетін қақпалармен салыстыра отырып, қазіргі күнге реставрация жасаған. Алдарыңызда көріп отырсыздар. Қазір мен Отырар қаласының орталық алаңында тұрмын. 14-15 ғасырларға тән. Алдымыздағы 14-15 ғасырлардағы мешіт. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде мешіт екені дәлелденген. Себебі алдымыздағы баспалдақтар мұнараларға көтеріледі. Қаланың Шахристан қорғанының қабырғасының биіктігі 4,5 метр, ал ені болса 3 метрге дейін барған. Бұл 10-12 ғасырлардағы соғылған қорғандардың күйдірілмеген кесектен соғылған. Ескі Отырар қаласының тарихымен кішкене де болса танысып көрдік. Мен жанымдағы екі батырым мені шығарып салып жатыр. Сіздермен бірге болған